Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Иіскеу, тонау, терлеу, жара. Сізге ешқандай реніш жоқ. Әрбір жақтаға жалға оларды үйрену керек. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Тыңдаңыздар. Нюхать, грабить, потеть, болячка, язва. Не в обиду вам. Нужно выучить окончания с каждой стороны. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Ескі газетте мақаланы кездейсоқ таптым. Сержант Амаровтың батырлық. Ер адам сержант Амаров әскерінен босатылғаннан кейін милицияда жұмыс істеуге түсті. Иттерді жақсы көргендіктен ол кинолог деген мамандығын таңдады. Бір күні бір алыста орналасқан дүкенде дабыл қағылды. Милиция үлгермеп кеш келді. Дүкен тоналып кеткен. Сержант өзінің тене қылмыскердің қалған іздерін көрсетіп, изде деп айтты. Ит жерге басып, қалған ізді иіскеп алып жүгіре бастады. Сержант мен оның итті бірнеше шақырым жүгірді. Амаров шаршап кеткеннен соң қатты теріле бастады, бірақ ол берілмеді. Бірнеше уақыттан кейін олар биік шарбаққа ұшырады. Издер шарбақтың артында жалғасады. Сондықтан осында қақпа болу керек деп ойлады Омаров. Күтпеген жерден тапаншадан атты. Аталған оқ Амаровтың аяғына тиді. Ол жерге құлап, итті жерге басып, өзінің тапаншасынан атта бастады. Көмек уақыты келді. Біраз уақыттан кейін Амаров жарасын байлап, жолдастарына сіздерге ешқандай ренішім жоқ. Бірақ егер сендер кешірек келсіңдер, мен қаза табар едім, деп айтты. Синхрон аудармасын тырысайық. Нашел статью в старой газете. Подвиг сержанта Амарова. Мужчина, сержант Амаров, после увольнения из армии устроился на работу в милицию. Из-за того, что любил собак, он выбрал профессию кинолога. Однажды в одном отдаленном магазине сработала сигнализация. Милиция опоздала. Магазин был ограблен. Сержант показал своей собаке следы, оставшиеся от преступника, и сказал: «Ищи». Собака, обнюхав землю, взяла след и побежала. Сержант и его собака бежали несколько километров. Амаров устал и начал сильно потеть, но он не сдавался. Спустя некоторое время они наткнулись на высокий забор. Следы продолжались за забором, поэтому Амаров подумал, что здесь должны быть ворота. Неожиданно выстрелили из пистолета. Пуля попала Амарову в ногу. Он упал. Прижав собаку к земле, начал стрелять из своего пистолета. Помощь пришла вовремя. Некоторое время спустя Амаров, перевязывая рану, сказал товарищам: «Я на вас не в обиде, но если бы вы пришли позже, я бы погиб».